Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін сіздермен галогендер тақырыбын бастаймыз. Жалпы ЮПАК ұсынған жаңа периодтық жүйе бойынша галогендер олар 17 топтың негізгі топшасына жататын элементтер. Галогендердің негізі грек тіліне аударғанда халос деген тұз және генез деген түзуші деген, яғни тұз түзуші деген мағына білдіреді. Галогендер тобына жалпы фтор, хлор, бром, йод, астат осы элементтер жататынын қарап көрсеңіздер болады. Ал ескі периодтық жүйе бойынша галогендер олар 7-ші топтың негізгі топшасының элементтері. Галогендердің жалпы химиялық пен физикалық қасиеттері өзара ұқсас, бірақ олардың топ бойынша қарап отырсаңыздар, олардың фтордан хлорға төмендеп бастаған сайын олардың атомдық радиусы артады. Сәйкесінше олардың тотықтырғыш қасиеті де төмендейді. Жалпы ең күшті тотықтырғыш ол фтор. Галогендер атомдары өздерінің сыртқы энергетикалық қабатында 7 валенттілік электрон орналасқан. Мына жерде 7-ші топта орналасқандықтан олардың сырт жағында 7 электрон болады. Сондықтан олар бір электронды оңай қабылдап -1 тұтығу дәрежесін көрсетеді. Мына жерде фтор, хлор, бром, йодтың -1 дәрежесін, яғни бір электрон қосып арқылы -1 тұтығу дәрежесін көрсететін реакциясы көрсетілген. Енді осы галогендердің энергетикалық қабаттары бойынша орналасуын қарастырайық. Ең бірінші фтор элементі. Жалпы фтордың периодтық жүйеден қарасаңыздар, оның реттік нөмірі 9. Сондықтан бірінші қабатта ода 2 электрон бар, екінші қабатта ода 7 электрон бар. Екеуін қосқанда 9 электрон береді. Хлордікі оның реттік нөмірі 17, сәйкесінше ода 17 электрон болады. Ең бірінші энергетикалық қабатта ода 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон. Жалпы бұрынғы сабақта, яғни сіздер осы энергетикалық қабаттардың қанша бірінші, екінші, үшінші қабатта неше электроннан орналасатынын қарастырғансыздар. Енді сәйкесінше үшінші осы энергетикалық қабаттарда 7 электроны бар. Енді бромда қарайық. Бромда ода реттік нөмірі 35, яғни ода 35 электрон бар. Бірінші энергетикалық қабатта ода 2, екінші энергетикалық қабатта ода 8 электрон, үшінші энергетикалық қабатта ода 18 электрон, төртінші энергетикалық қабатта ода 7 электрон бар. Енді йодты қарайтын болсаңыздар, ода реттік нөмірі 53, яғни ода 53 электрон бар деген сөз. Енді бірінші қабатта максимал электронның, яғни электрон 2 электрон сияды. Екінші топқа 8, үшінші топ 18, төртінші топқа 18 және ең соңғы 5-ші энергетикалық қабатта ода 7 электрон бар. Енді осы аталған галогендердің электронды конфигурациясын қарайтын болсақ, фтордікі 1s2, 2s2, 2p5, хлордікі 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 және 3p5 бәрін қосқанда 17 электрон береді. Бромдікі қарасаңыздар 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, 4s2 және 4p5. Енді йодтікі 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, 4s2, 4p6 және 4p10, 5s2, 5p5. Осылардың электронды конфигурацияларының ұяшықтарға орналастырса, соңғы осындай ұяшықта көрсеңіздер болады, бағана біз алдында талдап өткендей. Жалпы осы галогендер немесе басқа да элементтердің басқа бір элементті өзіне қосып алу қабілетін осы электр терістігін көрсетеді. Ең периодтық жүйе бойынша электр терістігі ең көп осы галогендер тобында орналасқан элементтерге тән. Ең бірінші фтор. Фторды, яғни күшті тотықтырғыш.
Оның электр терістігі 4, хлордікі 3, бромдікі 2,8 және йодтікі 2,5, астатікі 2,2. Осы галогендердің енді химиялық байланысын қарастырайық. Галогендер олар жерде көрсетіп тұрғандай фторды, хлорды, бромды, йодты қарап тұрсаңыздар, оларда ортақ электрон ұлттар арқылы жұптасып тұр, яғни осындай байланысты ковалентті полюссіз байланыс дейміз. Жалпы ковалентті полюссіз байланыс екі бірдей атом, жерде хлор мысалы келтіріп тұр, олар электрон жұптары бірдей дәрежеде тартылу нәтижесінде түзілетін химиялық байланыс. Оның негізгі белгісі ең бірінші электрон жұбы екі жаққа да тең бөлінеді. Атомдар арасында электр терістігі айырмасы 0-ге тең. Бағана қарасаңыздар, хлордың электр терістігі 3, жақта хлордық 3, 2, 3-ті алсаң 0-ге тең. Енді байланыста заряд бөліну болмайды, яғни полюссіз. Бұлар қай кезде түзіледі? Екі атом бір элементке немесе электр терістігі бірдей жақын элементтер жүйесі болса. Оған мысалы осы галогендер, сутек, оттекті келтірсек болады. Енді осы электр терістігі бойынша біз химиялық байланысты бұлай жаттап алсақ болады. Егер оның электр терістігінің айырмасы 0-ге тең болса, ол полюссіз, ал айырмасы 0,4 және 1,7-нің арасында жататын болса, ол ковалентті полюсті байланыс, айырымы 1,7-ден жоғары болса, ол иондық байланысқа тән. Жалпы енді ковалентті полюс байланысқа қандай ерекшеліктері бар қарастыру өтеді. Ең бірінші, олар көбінесе молекулалық құрылымда болады. Мысалы, хлор 2, йод 2, бром 2, ондай молекулалық құрылымда. Және оларға төмен және төменгі балқу және қайнау температурасы судан нашар ериді, электр өткізбейді. Бүгінгі сабақта біз сіздермен галогендердің орналасуы, олардың химиялық байланысы, электр терістігі және атомдық құрылысы туралы қарастырып өттік. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Сондай-ақ берілген тапсырманы орындауды ұмытып кетпеңіз.